Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен салмасына сүзбе қосып жасалатын, тез әрі оңай дайындалатын өте дәмді пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды және қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап 2 есе ұлғайғанша, аппақ масса болғанша миксерлейміз. Міне осындай 2 есе ұлғайып, аппақ массаға енгеннен кейін үстінен өлшеніп дайындалып қойған айранымызды құямыз. Айранның температурасы маңызды емес, және де сұйық майымызды осындай разрыхителімізді салатын боламыз. Осындайда мен 2 пачкасын салдым, яғни 20 грамм болады. Енді тағы да осындай миксердің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырып жібереміз. Енді үстінен електен өткізілген өлшенген ұнымызды қосамыз. Миксердің көмегімен бастапқыда миксерімізді қоспай тұрып кішкене араластырып аламыз. Ұндарымыз шашырамас үшін кейін миксермен жақсылап миксерлеп біркелкі масса етіп аламыз. Және де айта кетерлігі, мен үйдің айранын қолдандым. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Біздің пирогымыздың қоюлылығы осы айранның қоюлығына және де сұйықтығына байланысты болады. Сондықтан массаның жаңағы тығыздығына мән беріңіздер. Шет-шетін осылай жинастырып аламыз да, тағы да миксермен жақсылап түйіршік қалдырмай миксерлеп аламыз. Міне осындай масса болады, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді осыны 24 диаметрлік форманың астын майлап, немесе пергамент қағазын төсеп құйып аламыз. Менде 26 диаметрлік формаға да құюға болады, мендегі 24 диаметрлік. Осыны жақсылап құйып аламыз да, үстінен осындай салмасын саламыз сүзбені. Мендегі қолдың сүзбесі сіздер магазиннің зернисті деп айтады ғой, сондай сүзбесін қолдануларыңызға болады. Осылай біркелкі етіп жайғастырып шығамыз да, үстінен қалауларыңыз бойынша кез келген жидек салуға болады. Мен малинаны қолдандым. Егер жоқ болса, қолдан салмай қойсаңыздар да болады. Енді пешке жіберетін боламыз. Алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шығатын болады. Піскен-піспеген ағаш таяқшасымен тексеріп, толық суығаннан кейін барып қана формасынан босатасыздар. Және де кесетін кезде толық суығаннан кейін барып кесіңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға қойыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Рахмет.